Өрмекші құмырсқа қарлығаш. Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып, баласынан сұрады: «Анау өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр?» «Көріп тұрмын, өрмек тоқып жүр екен. Анау құмырсқаны көремісің?» «Көремін, аузында бір нанның ұсағы бар, жүгіріп кетіп барады». «Жоғары қара, аспанда не көрінеді?» «Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында тістеген шөбі бар екен». Сонда атасы айтты: «Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған үлгі. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етуге. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап, бір нанның ұсағын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай тағала бос жүруге жаратпаған. Жұмыс істеуге әдеттену керек», дейді атасы. Бақша ағаштары ертегісі. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір атасы өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрген екен. Баласы: «Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреу неге қисайып кеткен?» Атасы баласына: «Оның себебі, балам, анау ағашты бағып қараумен өсірген. Қисық бұтақтары болса кесіп тастаған. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен». Баласы атасына: «Олай болса, бағу қағуда көп мағына бар екен ғой?» Атасы: «Бағу қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұнан сен де өзіңе ғибрат алсаң болады. Сен жас ағашсың, сағанда күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы түзік кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің», деп ақылын айтыпты. Бір уыс мақта ертегісі. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Әжесі қасына отырып ақыл айтты: «Балам, дүниедегі жаратылған жәндік жансыздардың еш қайсының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды». Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастай салады. «Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас?» Әжесі: «Балам, сол да жерде қалмайды», депті. Осылайша сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп ұшып кетті. Қыз әжесінен: «Манағы мақтаның қиғымын бір торғай алып кетті. Оны не қылады?» деп сұрайды. Әжесі: «Көрдің бе, балам? Күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді», депті.